Avulda ayt ötөт дегенден ақ жүкөңө 7 мәрте звондадым. Құдайым таулай талақ бергеннен соң ешкімнің баспанбағын қызғанбадым. Балқаштағы халықтың баласымын, балықтың сүйіп жейтін тұздалғаным. Көкжиденің көкжеген қозысымын, күтетін жидек пісіп күз болғаным. Астанаға аттандым білім буып, елемей солтүстіктің мұзғарларын. Ауылға алып келді елге деген, жүрегімде лапылдап қызған жалын. Іледегі іргелі ел жұртымда, ілгеріге жетелеу ізгі арманым. Дәл бүгін дәлелдеуге тиістімін, ізділеуден өшпейтін із қалғанындай. Ал Семейде көп ақынның бірімізің, жоқ әлде шығыстағы ілімізің. Қарагерей Қабанбайдың туымысың, Дулатбай Дауылпаздың жырымысың. Жағылған полигонның уымысың, жабылған облыстың мұңымысың. Айтыста әкімдерді көп сынайсың, халықтың көңілінен шығу үшін. Содан кейін Семейде сандаласың, әкімнің приемына кіру үшін. Жамандайсың билік пен өкіметті, мемлекеттің саяси құрылысын. Жазармай ақиқатты бетке айтасың, қоғамның кері кеткен құбылысын. Талайлар дүниеден ерте кеткен арнаған ақиқатқа ғұмыр өсін. Шындықты шырқыратып айтып жүрген, осы айтып сен әлі тірімісің ай. Ай, сен әлі тірімісің Ринат ақын, өзі кейлер қарақшы пират ақын. Қос құлағы қалқайған чебурашка, ал мойны сорайған жираф ақын. Есіміңді Ринат деп қалай қойған, дұрыс ұйқас табылмай ми қататын. Жамбылдың нағашысы сарбас екен, айтыста мұртын көкке ширататын. Мен болсам сол сарбастың жалғасымын, өзгелерге өзімді сыйлататын. Тәубасына түсіру керек болып тұр айтыстың сен сияқты бюрокраатын. Кез келді жеңілмейтін бұл Ринатты, үш жампозның астында қирататын ай. Асқатшаң көріп тұрсың айқаяға, тірімін ғой. Сондықтан көңіліңнің күдігін жой. Шындықты айтсаң ататын заман өткен, тәуелсіз елімменен ірімін ғой. Кешегі Оспан Қожа бабалардың бүгінге жетіп жатқан жырымын ғой. Солардың жетпей кеткен арманына аман жетіп отырған ұлымын ғой айқаяға. Ай, ай. Бісміллә жарқыраса қайран маңдай, бір бақыт жүрегіме жайланғандай. Ассалаумағалейкум бақанасым, табайын саған теңеу қайдан қандай. Тастай бекем рухыңа мұқалмастай, қылышы жоламанның қайралғандай. Кешегі қабан жырау секілденген, шабыты шаң көрмеген айнанғандай. Көлдей терең көңіліңнің кеңдігі де Оспан Қожа жырына сайланғандай. Өр тұлғаң бар қазаққа бақ боп қонған, Дінмұхаммед Қонаевқа айналғандай. Ақ жүніс анамыздың жүрегінен төгілген сырдан сұлу ой қалғандай. Өмірзақ сәрсеніктей олды көріп, қазақтың абыройы ай барғандай.
Осындай алыптарға тұғыр болған мекенсің бұзылмаған қайнарлардай. Уығы боп шаншылған ұлылық бар ауылға ақын тұрмас қайран қалмай. Мерейі Меккедейін ел аман ба, тұлғаларды тудырған пайғамбардай айқай-ау. Ай, ай. Қиратамын дедің бе асқат бала, бойыңда бар екен ғой мақсаттара. Ринатты жирап деген өзің едің, ал енді құйынымнан қашқақтама. Орайсыз сөз айтам деп бір ақынға, абайсыз алда-жалда ақсатпама. Торабы 90 тарау айтыс жолы, соғады соқпаққа да тастаққа да. Қаймақ жеймін деп келген талайлардың, қасығы тимей кеткен қаспаққа да айқай-ау. Ай, ай. Еркесін шығарғанда ел жарыққа, дегендейін бағанды енді анықта. Сен бұрын радиода істеуші едің, солайша танылам деп кең қалыққа. Бірақ оны жарыта алмадың ау, симаған сұрапылдай кең қалыпқа. Өзіңде бір түрлілеу жігіт едің, жүретін көп нәрседен кем қалыпта. Қайран досым қайғылығың жақпады екен, талғампаз директорың Ермановқа айқай-ау. Ай, ай. Ау, қаспағыңды нағылсын асқат бала, қақпанымды қауыпа бақсақпама. Жирақты осы айтыста жеңіп кетсем, Ринатжан көңіліңе дақсақтама. Тайраңдасаң таспайлап аяғыңа, ілеге жіберейін тастап балалбай. Ау, радио қазағымның тыныс екен, Әнуарбек бабамның дыбыс екен. Әуенің толқынынан ән шырқаған таңдай жез көмейі күміс екен. Димаштай даналардың даусы қалған алтын қор сарқылмайтын ырыс екен. Ұлылардың ұясы радиоға журналист болу қиын жұмыс екен. Ақпарат ағынымен арпалыспай той басқарып жүргенім тыныш екен. Бір ауыз сөзге келмей жұмыс қалған Ерманов ақындардың туысы екен. Туыспен тек айтыста жолығысып, алыстан сыйласқаным дұрыс екен. Ай. Ау, бақанас біздің ауыл қойлы боп тұр, ілейнің жағасында бойды зөп тұр. Өмірзақ Сәрсеновтей азаматын халықтың қамын ойлап қайғы жеп тұр. Бақанасқа жақсылық жасап кеткен Қонайыптан кейінгі ойлы боп тұр. Димекең көпір салып беріп еді, Өмекең мешіт салып әйгі боп тұр. Бұл істердің талабын білесіздер, Алланың жұмағына сайлы боп тұр. Мейрамхана сап беріп тойшылелге ауылын күнде думан тойлы боп тұр. Айтыспен жүрсінде деп Бақанасқа бұрын соңды болмаған бәйгі боп тұр. Көкпар үшін тойылған серкеті гүл желкенің өзі бүгін майлы боп тұр. Құдайға шүкіршілік деп айтайық, жиені жалайырдың жайлы боп тұр. Ау, Ринат айтыстағы батыл ақын, аз сөзбен қарсыласын қатыратын. Біредің күбігеуде көгезудің, өлеңнің сарғымызын сапыратын. Оқтаулы мылтық едің айтыстағы жағымсыз жауыздарға атылатын. Храпунов алдар көте жезден еді қазақша сөйлегенде жапыратын. Сондағы жапырғаны бір ауыз сөз, құрметті қонақтар деп гәпіратын. Шығыстың әкімдері көп отырмай, күн батысқа қарасын батыратын. Енді міне еліңе кел,
Buyuruptu Cenibek'tey halkka жақын әкім. Елбасының жолдауын қолдайық деп айтысқа ақындарды шақыратын. Ринат, қалай ойлайсың, жаңа әкімің елдің көтер алама бақуатын? Қиындықпен айқасып жеңе алама, шегірткемен шайқасқан батыр әкім май. Мен дойлап сен әкімді сұрайды деп, Ринат бұған жауап құрайды деп. Кейінгісін қайтейік әйтеу келіп, біраз іске кірісті сыбай білек. Өзінің семіз қарны болмағаны жемқор емес екенін тұрай келеп. Жарнаманың орнына ақындарды көшеде алайды лет, бұлайды лет. Қисайған көшені де жолдарды да түзеп жатыр. Осы өз басыма ұнайды көп. Әзірше ел тілегі естілген жоқ, мынау қашан тағынан құлайды деп. Жаңа әкім маған осылай көрінеді, ал мен оған қалаймын құдай біледі, айқай ағау. Ай, ай. Ендігі әкім жақсылықты жақтас екен, үй жетімнің қақпасын жаппас екен. Қарқыннан ажырамай осы күнгі артылған мол сенімді ақтас екен. Әйтеу мына сіздің әкім сияқтанып төбесінен жай түсіп жатпас екен. Қайрымсыз қарақшылар кіріп алып тонақ бетіп аяғын атпас екен. Құдайдан тілеп алған бір қазақты жаратқан жамандықтан сақтас екен, айқай ағау. Ай, ай. Жайым бар ұлы тойды көппен көрмек, алдымда болса дәлі өткендер көп. Айтайын барым денді бақанаста, қайтайын бірісіңді өткерген боп. Аққа адал ниетпен келген жанға, Тәңірден несібені көктен бермек. Жырымнан шашу шашсам үлесін сол, елді айтар ертең ұлым от берген деп. 300-ге сауын айтып ас берілсе, болама біздей ұлға етпеу кеңбек. Әйтпесе жиптеріңді мініп алып, битімді семіртейін деп келгем жоқ, айқай ағау. Ай, ай. Ау, шындықтың ашқамыз жоқ бетін әлі, беті түгіл көрмедік шетін әлі. Осындай оқиғаның болуына кім кінәлі болмаса не кінәлі? Атыс шабыс ұрлықты уағыздайтын кінәлі теледидар экраны. Жүзеге аспай қоймайды жас ұрпақтың теледидар арқылы тоқығаны. Қара жер жаралғалы не көрмеді бақанастың киелі топырағы. Талай-талай зұлматқа куә болған жетісудың белімен шоқылары. Әр күнәға Алланың жазасы бар, уақытында үкімі оқылады. Бұйыртса әкімді атқан қарақшылар сотталып абақтыға отырады. Жанаман қалды ғой деп жұма сайын ауылдың таратылады жейтін аны. Ой айттың заман жайлы тылсым бөтен, оныңды ұнатқандай жүрсің көкең. Алайым ақиқатшыл жан болсаңыз, Құдайым беліңізді қылсын бекем. Жоқ әлде сен ауызбен іс бітіргіш, ертегіні көп айтқыш қусын бекен. Құдай жаста депутат боламын деп, ертерек ем жасаған ұлсын бекен. Елбасының жарлығын естіген соң, алдын ала қамданып жүрсің бекен, айқай ағау. Ай, ай.
Al kurayı el aldında dürmek kеңес. Әйтпесе жүректерге гүл көктемес. Бұл асхат ешқашанда билік үшін алдын ала қамданып дірдектемес. Арманым ақын болып қалып еді, депутаттар ақыннан құрметтемес. Халықтың қайғы мұңын жырлау үшін тақ үстіне отыру міндеттемес. Ал көкжиде көктеген ағаш сұлу, салтымен дәстүрмен алаш сұлу. Әруан қозу үшін аламанда арманы тұлпарларды танастыру. Сондықтан сәйгүліктей ақындарды жарамас құлагердей қорашқыну. Жарамас сөзсіздер ақындарға айтылған ойын сөзді оғашсыну. Қоштасар сәт келгенде инат болсын, жөн шығар араздықты алас қылу. Қанағаты болмаса кейін емес пендені тура жолдан адастыру. Жерманықтың емлегі екі ақынды шығарып мәшинеге таластыру. Өз-өзіміз достасып тарқамаса, жүрсіннің жұмысы емес жарастыру. Ринақларың жырғылсын, бұдан кейін бұл ауылға айтыспен, енді қашан келерімді кім білсін. Бір алла деп құлақ ашты қағайын, жұртшылықтың көңілдердің табайын. Бақанасқа келгендіктен құландай, қолтығымды жазып тұрып шабайын. Ұлылардың ұғып өскен мұратын, ұрпағы бар мұрат құнын ұғатын, ас берілді деп айтады кім мұнда, құлагердей көсілмесе бір ақын. Осман қожа қыран еді санмаған, сандодада қанат оның талмаған, тәуелсіздік қайта тапты арысын, арсыздықтың айдаһары жалмаған. Халық жауы деген айып таққанмен, қолын байлап абақтыға жаққанмен, өлмей келеді өлең деген азапсыз, аяусыздық жасап оны атқанмен. Сәрсен деген ұлы жалға бер көшін, тапқырмаған тұлға болған теңдесін, қан майданда қайсарлықпен қазақ деп, ұрпақ үшін оққа қойдау кеудесін. Ақжүністей болған, жары болған хан қызы, оның дағы өлеңменен қалды де, анасының ерлігі деп біліңдер, биіктесе өмір жақтай жалғызы. Ата-ананың құдай қолдап бұзығын, толып қырды тектілердің тізімін, өмір жақтай жаман ұлдың бұл күні, бүкіл қазақ көріп отыр қызығын. Ұрпағының тыныш атқа таңдары, осында ғой ерліктердің бармайы. Осы шығар ағайындар Оспанмен сәрсендердің жетпей кеткен арманы. Ол ұрпақтары Құран жатса бағыштап, тірілер өлілердің разы болсын әруағы. Асхат Ислеуов кел жанымда тұрған, Бақанас, Балқаш ауданының өз баласы. Асхат Ислеуовтың қалағарымызды 49-29 көрінбей көпін. 1-2-9 қалғаны 10, 88 ұпай. Ренат Заитов, Семей. 4-9, 86 ұпай.